Диафан теңдеуі дегеніміз бүтін шешімді теңдеулер деп атаймыз. Яғни жаңа түсінгеніміздей, мынай тапсырма бар. Келесі диафан теңдеулерінің шешімдері бар ма дейді. Яғни бас салып шығармастан бұрын бірінші біліп алу керекпіз, оның шешімдері бар ма, әлде жоқ па, дұрыс па? Соған жауап берейік. Ең бірінші теңдеу 5х қосылған 20y тең 3. Бұл теңдеудің шешімдері жоқ. Бүтін таңбалы шешімдері, яғни диафан теңдеулердің сөз бүтін шешімдері болу керек. X пен y бүтін санды, дұрыс па? Шешімдері болу керек. Бұның бүтін санды шешімдері жоқ. Неге? Өйткені теңдеудің сол жағы 5-ке бөлінетін көрініп тұр. 5х 5-ке бөлінеді, 20y да 5-ке бөлінеді. 2 5-ке бөлінетін санды қоссақ, шығатын сан да 5-ке бөліну керек еді. Ал 3 5-ке бөлінбейтін болғандықтан, бұның шешімдері жоқ дейміз. Бұндай диафан теңдеуінің шешімдері жоқ. Келесі 14х қосылған 32y тең 12. Мұның барлығын 2-ке бөліп қарайық. Сол кезде 14-ті 2-ке бөлсек не шығады? 7х шығады. 32-ні 2-ке бөлсек 16y шығады. Тең болады. 12-ні 2-ке бөлсек 6. Қараңыздар, мына жерде 7x 16y. 7 мен 16 өзара жайсандар. Олардың ең үлкен ортақ бөлгіші 1-ге тең. Демек, бұл диафан теңдеуінің шешімі бар. Яғни диафан теңдеуінде естеріңізді сала кетейін, а және б коэффициенттері, x пен y-тің алынып тұрған сандар өзара жайсан болса болды. Ондай теңдеудің шешімі болады, дұрыс па? Келесі дейік, в 6, 9 және 15 үшеуді 3-ке бөлінген теңдеуді толығымен 3-ке бөліп тастасақ, 2x қосылған 3y тең болады 5 шығады. 2 мен 3 өзара жайсандар болғандықтан бұл теңдеудің шешімі бар. Келесінде 97 мен 35 өзара жайсандар, бұның да шешімі бар. Мына теңдеуде барлығы 9-ға бөлінеді екен. Қане барлығын 9-ға бөлейік. 18-ді 9-ға бөлсек не шығады? 2x шығады. 72-ні 9-ға бөлсек 8y шығады. Ал 9-9 бөлсек 1 шығады. 2 мен 8 өзара жайсан бола алмайды. Сондықтан мына теңдеудің шешімі жоқ. Немесе мына жағы жұп, мына жағы тақ. Яғни сондықтан мұның шешімі жоқ деп айта аламыз. Енді қараңыз, кез келген шешімі бар біреуін алып, оны шығарып көрейік. Мысалы, мына теңдеуді алайық, 7x қосылған 16y тең болады 6 деген теңдеуді алып көрейік. Осының бүтін санды шешімдерін қарастырайық. 7 мен 16-ның былай жазайық. 16 ол 7 көбейтілген 2 рет, яғни 2 рет 7 қосылған 2 қалдық. Дұрыс па? Ары қарай. Мына 7-ні мына қалдыққа бөлесіз. 7-ні 2-ге бөлгенде 3 рет қосылған 1. 1 қалдық шыққанға дейін, 1 қалдық шыққаннан кейін мына 1-ді өрнектейміз. Яғни 1-ді 7 азайту 2 көбейту 3 арқылы жазамыз. 1 дегеніміз 7 азайтылған 2 көбейтілген 3, яғни 2 3 рет деген сөз. Осы енді теңдеудегі мына 2 қалдығын өрнектеп алыңыз. Бұл жердегі 2 дегеніміз 16 азайтылған 7 2 рет қой. Осы мынардағы 2-нің орнына өрнектілген түрін жазыңыз. Яғни мына түрді мына 2-нің орнына қойыңыз. Сол кезде 1-дің түрі шығады. 7 азайтылған 2-нің орнына 16 азайту 7 2 рет жазамыз. 16 азайтылған 7 2 рет көбейтілген 3-ке. Дұрыс па? Мынадан жақшаны ашыңыз. Сол кезде не шығады? 7 минус 3-ті 16-ға 16 3 рет. Мына минус плюс болып кетеді. 7 2 рет, оны 3-ке көбейтсек 7 6 рет болып қалады. Мен 7-ні көбейтем, мына неше рет соны көбейтіп жатырмын. Сонда мына 1 7-ге 6 рет 7-ні қосаңыз 7 рет 7 шығады. 7 саны 7 рет шығады. Минус 16 саны 3 рет шығады. Осы 1-ге тең. Шынымен де 7-ні 7-ге 49, 16-ні 48, 49 48, 1-ге тең болады. Дұрыс па? Енді қараңыздар. Біз 1-ді шығардық қой. Яғни 7x0 қосылған 16y0 тең 1-дің жауабын шығардық. Мына x0 мен y0 бізде шықты. Олар мына 7 және мына 3. Яғни нақтырақ айтсақ минус 3. Яғни x0 бізде 7 да, y0 бізде минус 3. Егер 7-ні 7 рет, 16-ны минус 3 рет алсаңыз, 1 шығады. Дұрыс па?
менде теңдеуде 6 шығу керек. 6 шығу керек болса, бұл теңдеуді толығымен 6-ға көбейтіңіз. Өйткені мына жерде тең болатысында 1 тұр, а мынарда 6 тұр. 1-ден 6 шығару үшін 6-ға көбейтіп жібереміз. Мыналардың барлығын 6-ға көбейтсек, мына x0-іміз 6-ға көбейтіледі. Сол кезде 7 6 x0 рет қосылған 16 6 y0 рет тең болады 1-6-ға 6. Енді мына 6x0 және 6y0 деп отырғанымыз, ол мына x0-ның орнына 7, y0-ның орнына -3 қойсаңыз, сол кезде шығады сізде. 7 саны 6 көбейту 7 рет 42 рет. 16 6-ны -3-ке -18 рет. Мына плюсты минусқа айналдырамын да, сол кезде 18 рет жазамын. Сол кезде 6 шығады. Яғни 7-ні 42-ке көбейтіп 16-ны 18-ге көбейтіп азайтсаңыз, мына 6 шығады. Яғни x пен y деген бүтін шешімдері табылды.